Сәлеметсіздер ме оқушылар, бізде 22-ші сабақ, оғанда жеттік. Тақырыбы пайызға байланысты мәселе есептер. Жалпы пайызды көбісіңіз білесіздер. Қалай шығару керек дегенде білесіздер, пропорция құру керек дегенде білесіздер. Соған байланысты азғантай бір жаттығу, былай айтқан кезде сергіту сәтін өткізіп жіберейік. Кейіннен мәселе есептерге көшетін боламыз. Бұнда бір қызығы, бұл тақырыпты өтерде мысалы бір кісі өзінің ақшасын, мысалы 100 мың теңгесін 7 жылға немесе 4 жылға салып қояды, сол 4 жылда 10%-пен өсіп отырса, келесі жылы қанша процент, то есть 4 жылдан кейін оның ақшасы қанша теңге болады деген секілді мәселелерге тоқталып кетеміз, яғни өсім байланысты. Содан кейін жаңағыдай кейбір көбінесе ұбытта кездесетін, егер квадраттың ауданын бір қабырғасын 50% арттырсақ, онда ауданы қанша пайызға артады деген секілді мәселелер болады. Сондай мәселелер бүгін біз осы тақырыпта қарастыратын боламыз. Ал ендеше кеттік ондай. Біріншісі, 7% деген сөз, яғни 1%-ымыз бізде 1% деген ол 1 бөлінген 100 деген сөз. Яғни мына 7% деген сөз, оны 7-ні 100-ге бөлетін болсақ, 0,100-ден 7 шығады. Бұл бізде санға айналады. Яғни пайызды санға айналдыру. 10%, яғни 100 бөлу 10, 10 бөлу 100, керісінше бөліп қойып жүрмеңіздер, 10-ды 100-ге бөлесіздер, себебі 100% болу керек мынау. Мынау да пайыз, 10%-ды 100%-ға бөлсе 0,10-нан 1 болады. 300-ді 300% санға айналдыру үшін 300-ді 100-ге бөлесіздер, керісінше жазып қоймаңыздар. Кейбір оқушылар өздеріне ыңғайлы болу үшін сандарын орнына ауыстырып қояды. Мысалы, 10-ға 100-ді бөлу ыңғайсыз ғой, сәл керісінше 100-ді 10-ға бөліп қояды. 20% деген ол 20 бөлу 100 деген сөз, ол бізден 0-мен не қысқарып кетеді, яғни 5-тен 1, екеуі де 20-ға қысқарып кетеді. 25% деген сөз ол қандай болады? 25 бөлу 100 болады, ол бөлшекпен жазсақ 4-тен 1 болады, екеуі де 5-ке қысқарып кетеді, немесе 0,10-нан 0,100-ден 25%, 15-ті бөлу керекпін 100-ге, яғни ол бізде 0,100-ден 15. Әрмен қарай 100-ді 50-ге бөлетін болсақ, ол бізде немесе 2-ден 1 болады, немесе бөлшекпен жазады, 10-дық бөлшекпен жазсақ, ол 0,10-нан неше пайыз? 0,5%, 0,5. 100% деген ол 100-ді 100-ге бөлсек 1 болады, 75% деген ол бөлшекпен жазатын болсақ 4-тен 3, 25-ке қысқарады, себебі немесе 0,100-ден 75 деп былай 10-дық бөлшектеріне жазсаңыздар да болады. Осы бір сергіту сәті болсын, санның пайызын табу үшін. Енді қандай да бір санның пайызын тауып көрейік. Бірінші есеп 200 санының 60%-ын табыңыз дейді. Ең оңай жолы, енді негізі пропорцияны түсіндіре салайын. Пропорция деген мысалы 200 сан деген ол 100% болып тұр қазіргі кезде. Соның 60%-ы қанша екенін сұрап жатыр. Яғни 60%-ы бізде белгісіз болып тұр x-іміз. X-тен болады пропорция құрасыздар да 60 көбейту 200 бөлінген 100 деп былай айқыш көбейтесіздер. Сол кезде не істейді? Мынау 200-дің 2 нөлімен 100-дің 2 нөлі қысқарып кетеді да, яғни бөлшек бөлімін ешіне алмайды, 62 өтен 120 шығады. Яғни 200 санның 60%-ы ол нешеге теңген? 120-ға тең екен. Енді бұның бір оңай жолы бар. Яғни сіздер былай істесеңіздер болады, тез есептен. Жоқ, біз пропорциямен шығарамыз десеңіздер де, ол өздеріңіздің еркілеріңіз, ешкімді мәжбүрлеп мына тәсілмен шығар деп айтпайды болып отырды. Ең басты жауаптары бірдей болса болғаны. 200 саны, біз былай істейік. 200-дің 1 нөлін, 60-ның 1 нөлін алып тастайық, 20 көбейту 60, ол бізде жеге тең 120-ға тең. Әрмен қарай 450-дің 1 нөлін алып тастайық, 20-ның 1 нөлін алып тастайық, 45-ті 2-ге бөлсек, яғни бұл бізде 90 болады. Яғни 450 санының 20%-ын табыңыз деген, ол 90 деген. 300-дің 1 нөлін, даже 2 нөлін алып тастасақ болады, себебі 45-ті нөл жоқ. Алып тастаймыз, 45-ті 3-ті 45-ге тек қана көбейте қоясыздар. 3-ті 5-ге көбейтсек 5 бір ойда 12, 100-35. Яғни 300 санының 45%-ы 100-35-ке тең екен. Енді бұның екінші жолы бар. Бізде бірінші жол болсын. Бірінші әдіс. Бұл екінші әдіс. Пропорциямен шығарсаңыздар да болады. Мына үшінші әдіс, үшінші жол деп ойласақ қояйық. Былай істейсіңдер. Мысалға,
кез келген адам жалпы көбіміз, көп оқушылар санды 10-ға бөле алады. Мысалы 20-ны 10-ға бөлсек 2, 100-ді 10-ға бөлсек 10, ойланбай айтамыз, 30-ды 10-ға бөлсек 3 болады деп. Яғни, мысалы 200 санын 60%-ын сұраса, бірінші 200 санын 10%-ын тауып алыңыздар. 200-дің 10% деген сөз ол 1-0 аптасын 20 ғой. Яғни 20. Оны шығара аламыз, көрдіңіздер ме? 200-дің 10%-ын нешеге тең? 200-дің 1-0 аптасы 20 дейсіздер. Сол 20. Енді қараңыздар, 10%-ды таптыңыздар ғой сіздер. 10%-ды таптыңыздар. Енді 60% болу үшін мына не істеу керекпін? 10%-ды 6-ға көбейту керекпін ғой. Сол кезде егер 10%-ы 20 болатын болса, 10%-ы екінші 10%-ы неше болады? Ол да 20 болады. Солай 6 рет бір-біріне қосқан кезде неше шығады? 120 шығады. Яғни 60% шығады сол кезде. Но бізде 20-шы пайыз, 30-шы пайыз, бізде 40-қа тең, 20%, 30% нешеге тең? 60-қа тең, 20-ны қосай бересіздер. Пайыздарды да қосай бересіздер. Мысалы, 40% нешеге тең болады? 60-қа 20-ны қоса 80 болады деген секілді кете бересіздер. Мына екінші есепте де сондай. Мен алып тастайын. Мысалы, 450 санның 20%-ын тап деп отыр. Сіздер 20%-ды есептеп отырғанша 450-дің бірден 10%-ын тауып алған ыңғайлы. Ол 45 болады. Енді 45 болып тұр 10%, енді тағы да 10% не болады? Ол 90 болады. Екінші тағы да 20% жетіп жатыр ма? Түсіндіріп отқаным. 10% болып тұр 45-ін. Енді тағы да болған 10% қоссаң, яғни 45-45-те қоссаң 20% болып шығады. Яғни бұл 90 деген сөз. 300 санның 45%-ын табу үшін бірінші бір ыңғайлысы бұдан 10%-дан тағы да бір 5%-ды тауып алған ыңғайлы. Мысалы қараңыздар. 300 санның 10%-ын тауып алсақ ол 30-ға тең ғой. Енді 40-қа дейін неше болады? 40-қа дейін ол 4-еу болу керек, яғни 120 болады, 4-ке дейін 120 болады. Енді тағы да енді 5% жетпей тұр ғой. Енді 10%-ы 30 болатын болса, 5% қанша болады деген сөз? 15 болады деген сөз. Сол 120-ға 15 қосып жібересіздер, 135 болады. Енді кім қай жолды таңдайды, ол өздеріңіз еркелеріңіз, бірақ есептер дұрыс шығатын болсын. Әрмен қарай. Енді мына жерде кері есептер берген. 40% 24 болатын санды табыңыз дейді. Енді кімге ыңғайлы шығара беріңіздер. Мысалы, пропорция. Егер қандай да бір сан беріледі x, соның 100% белгісіз болып тұр, қандай сан екен? Оның 40% бізге белгілі, 40% нешеге тең болып тұр? 24-ке тең болып тұр. Осы есепті шығарасыздар, x тең болады. 100 көбейтілген 24 бөлінген 40, бұл бізде нешеге тең болады? 60-қа тең болады. Яғни 60 санның 40% 24 болады деген сөз. Әрмен қарай, 25% 43 болатын сан. 25% 43 болатын болса, яғни нешені іздеймін? 100% іздеймін деген сөз, x табу керекпін. Яғни x тапсам, 43-ті көбейтемін 100-ге, яғни нешеге бөлемін? 25-ке бөлетін боламын. 43 пен 25, 100 пен 25 қысқарып кетеді. 43-ті тек қана 4-ке көбейте қалсаңыздар жеткілікті. 172 екен. Яғни 172 санының 25% 43 болады деген сөз. 70% 49 болады. 70% 49 болады бізде. Яғни 100%-ын табу керек деген сөз. 100% қанша болады? X тең болады. 49 көбейтілген 100 бөлінген 70. 490 мен 70 қысқарып кетеді. 7 болады. Яғни бұл да 70 болады екен. Яғни 70-тің 70%-ы нешеге тең екен? 49-ға тең деген сөз. Әрмен қарай кеттік. Енді есептерге оралайық. Бірінші мысал. Мысықтар көрмесіне әкелінген 60 мысықтың 20%-ы сия мысықтары. Көрмеге неше сия мысықтар әкелінген? Яғни сіздерге айтып жатыр. Барлық 60 мысық келеді, соның 20%-ы сия мысықтары. Қалған 80%-і басқа бір мысықтар әйтеуір породасы білетін. Мысық жақсы көретіндер, мен мысық жақсы көремін, немесе плюс қалдырып кетіңіздер. Соның көрмеге неше сия мысықтар әкелді. Яғни мен 60 мысықтың несін табу керекпін? 20%-ын табу керекпін. Егер 60-ы мен 100% болатын болса, көрмеге өзі 60 қана мысық келетін болса, ол 100% болады деген сөз. Соның неше пайызын табу керекпін? 20%-ын табу керекпін деген сөз. Яғни x тең болады. Неше болады? 60-ты көбейтемін 20-ға, бөлемін 100-ге. Сонда 60 нөлден, мынаның 1 нөлі, мынаның 1 нөлі, мынаның 1 нөлі кетіп қалады. 6-ны 2-ге өтсем 12. Яғни 12 сия мысығы бар екен. Немесе бұлай ойланасыздар. 60-тың 10% бізде нешеге тең болып тұр?
6-ға тең болып тұр, иә. Сонда 20% нешеге тең болады екен? Ол бізде 12-ге тең болады екен, иә. 2-ге көбейтіліп отырады деген сөз. Әрмен қарай. Сыныпта 30 оқушы бар. Олардың 40%-і капучино кофесін ұнатады. Сыныпта неше оқушы капучино кофесін ұнатады дейді, иә. 30 оқушы бар. О барлығы 30 оқушы бар. Яғни 100% деген сөз. 100% бір сыныпта оқушы бар. Соның 40%-і қанша болады деп жатыр. Яғни x тең болады. 30-ды 40-қа көбейтемін және 100-ге бөлемін. 100-дің 1 нөлі мен 30-ды 1 нөлі кетіп қалады. 40-дің 1 нөлі мен 100-дің тағы 1 нөлі кетіп қалады. Сонымен 3-ті 4-ге өтсем, бұнда да 12, яғни 12 оқушы капучино кофесін ұнатады деген сөз. Немесе 30 деген барлық оқушының 10%-і бізде нешеге тең? Ол бізде 3-ге тең. Енді 40% қанша болады деген сөз? 3-ті 4-ге көбейтем деген сөз, яғни 12 бала болады деген сөз. 12 адам капучино кофесін ұнатады деген сөз. Осылай ойша шығарсам, 30 оқушы 40%, 10%-ын тауып ала салам, сосын қайтадан 4-ге көбейте салам. 10-ды 4-ге өтсем 40% шығады деп осылай есептейсіздер. Әрмен қарай. Үшінші мысал. Балмұздақтың бағасы 250 теңгеден 280 теңгеге дейін қымбаттады. Балмұздақ неше пайызға қымбаттады дейді. Қараңыздар. Басында ол қанша пайыз болып тұрды? 100% 250 теңгеге сатылып тұрды. Одан кейін неше болып кетті? 280 болып кетті. Енді қанша пайызға артып кетті деген сөз. X табу үшін 280-ді 100-ге көбейтем, 250-ге бөлемін деген сөз. 100 бен 250-дің 1 нөлі қысқарып кетеді, 10 мен 25 қысқарып кетеді, 5-ке мына 5 болады, бізде 2 болады. 280 мен 5 қысқарып кетеді, ол бізден 56 болады. 56 болады, 56-ны 2-ге көбейте қоясыздар. Бұл бізде 2 бір ойда 112 болады деген сөз. Енді 112 бұл бізде пайыз. Қараңыздар, пайыз болып тұр, иә. Енді қараңыз, басында 100% болды, менікі неше пайыз болып шықты? 112%. Қанша пайызға процент қымбаттаған екен? 12%-ке қымбаттады деген сөз. Әрмен қарай кеттік. Төртінші мысал. Қант қызылшасының 18%-і қант, 162 кг қант алу үшін неше кг қант қызылшасы қажет дейді. Қант қызылшасының 18%-і қант дейді. 162 кг қант алу үшін неше кг қант қызылшасы керек. Екі рет оқуға кетті. Яғни біздің 162 килограммымыз әзірше неше килограмм болып, неше процент болып тұр? 18% болып тұр. Сол таза қант қызылшасын алу үшін қаншасы керек? 100%-ді табу керек деген сөз. Яғни біз не істейміз? X-ті табу үшін 162-ні көбейтемін 100-ге, бөлемін 18-ге деген сөз. Мынау бізден екеу қысқарып кетеді. Бұл бізде 9 болады. 9-ды 100-ге өтсек 900. Яғни 900 килограмм қант қызылшасы қажет деген сөз. Әрмен қарай кеттік. 25%-і 640 санының 45%-на тең болатын сандағыз. Қараңыздар. 25%-і 640 санының 40%-на тең болатын сандағыз. Яғни біз бірінші 640 санының 45%-ын табу керекпіз. 640-тан 45%-ын қалай есептеймін? Бұлай есептесеңіз болады. Яғни пропорция арқылы. Бұл 640-100% болып тұрса, оның 45%-і қанша деп есептейсіздер. X тең болады. 100-ге бөлем. 640 көбейтілген 45. Бұл бізде 45 пен 100 қысқарады. 5-ке қысқарса 9 болады, бізде 20 болады. 20-ның 1 нөлі мен 640-тың 1 нөлі қысқарып кетеді. 64 пен 2 қысқарады. Бұл бізде 32 болады. 32-ні 9-ға көбейте қоясыздар. 8 бір ойда 288. Яғни 640 санының 45%-і 288-ге тең. Енді ол 288 қандайда бір санның 25% екен. 288 қандайда бір санның 25%-і ол 100%-ның қаншасы деген сөз. X тең болады. Тағы да 288 көбейтілген 100 бөлінген 25. 25 пен 100 қысқарып кетеді. 25-ке 4 болады. 4-ті 288-ге көбейте саласыздар. 2, 3 ойда, 5, 3 ойда, 8, 11, 1, 51, 11, 52. Яғни V нұсқасында тұр екен. Яғни мында 152 деген саны 25%-і 640 санының 45%-на тең деген сөз. Немесе бұны былай да есептесеңіздер болады. Мысалы,
45%, 50%ға жақындау ғой. 640-тан 50% қанша болады ол бізде? 50% ол бізде 2-ке бөле салу деген сөз ғой, 640-ты. 320 болады деген сөз. Енді маған нені табу керек? 45%. Енді 45% ол 50%-дан 5%-ға кемдеу. Мен не істеймін? 640-тан 10%-ын тауып аламын. 10%. Ол бізде 64 кетен. Енді 5%-ын табу үшін мен не істеймін? Тағы да 64-ті 2-ке бөлем деген сөз. 32 болады деген сөз. Енді не істеймін? 50% 320 болатын болса, 5% 32 болатын болса, 50%-дан 5%-ды азайта саламын деген сөз. Сонда 288 шығады. Міне, осылай да ойланып шарттасуға болады екен оқушылар. Әрмен қарай, ана қалған есептеп кетесің. 25%-ын даже былай тіпті былай да есептеп болады. Мысалы 288 қандайды бір санның 4-тен 1 бөлігі деген сөз, ол 825, ол 50-дің жартысы, ал 50 100-дің жартысы деген сөз. Мынаны 1-ден 4-ке көбейте салсаңыздар да болады. Мұнда 152 шығады. Енді қай жолын қай өздеріңіз қараңыздар. Кеттік, әрмен қарай бізде 6-шы мысал. А саны Б саны 75%-ын құрайды. Егер Б санын 75-ке арттырсақ, онда пайда болған сан А санынан 200%-ға артық болады. Және А және Б сандарын табысайды. Бұл есепті шығарған. Немен шығарамыз? Кәне. Жауапты қуу әдісімен шығарамыз. Yani, керу жоғыру әдісі деп аталады. Себебі қазір біз түйіндеу құру керекпіз, сол түйіндеуден шығару керекпіз, орын алмастыру, қосу әдісін пайдаланамыз. Былай айтқан кезде машақат деген сөз бар бізде. Көп жұмыс істейсің, машақаты көп осы жұмыстың. Сондықтан біз жауаппен кетеміз. Яғни А саны бір жауаппен тексеріп көрейік. А бізде 45 болатын болса, Б саны бізде неше кетеді? 60-ға тең болады. Сол айтады, А саны Б санының 75%-ын құрайды. Яғни 60-тың 75%-ын табу керекпін деген сөз. Бұл бізде 100 болатын болса, соның 75%-ын табу керекпін. Пайыздың астына жазасыздар. Сол кезде X тең болады. 60 көбейту 75 бөлінген 100. 60-ты 75, 4500, 2-ке бөлсең, 100-ге бөлсең 45 шығады екен. Шынымен келіп тұр екен. Яғни 45 саны 60 саны 75%-ын құрап тұр. Окей, жақсы. Әрмен қарай тексерейік әлі. Біткен жоқ есебіміз. Мәз болып қалған жауапты белгілемей кетіп қалып жүрмеңіздер. Әрі қарай есептейміз. Егер Б санын 75-ке арттырсақ, яғни 60-ты 75-ке қоссақ, астына есептейін. 60-ты 75-ке арттырсақ деп жатыр. 135. Енді 135 сан пайда болған сан 135 қой. А саны 200%-ға артық. Енді бізде А саны 45 болып тұр, ол бізде 100% болып тұр. Енді осы сан 200%-ға артық болып кетсе 300% болып кетеді деген сөз ол бұл. Сол 300%-ы 135 бола ма? Енді қараңыздар. 45 не істейміз? Өз-өзіне 3 рет қосамыз деген сөз ғой. 300%-ын табу үшін 45 100% біреу. 45% екеу, 45% 100% үшеу. Соның үшеуін қоссақ 300% шығады. Сол кезде бізде не болады? 135 болады екен. Келіп тұр. Есептің жауабы А нұсқасы болады. Әрмен қарай тексермесеңіздер де болады. Әрі қарай тексерсеңіздер де болады. Шарттың барын қанағаттырамын. Мысалы мен келесі бір таңдап ала салайын. Мысалға 30 бен 40-ты таңдай салайын, сол жауап болса егер. Көрейік ал. Басқа есеп ашылып кетті. Так, бізде А нешеге тең болады? А 30-ға тең болады. Б бізде 40-қа тең болатын болса, оның 40-тың 75%-ы шынымен 30-ға тең болады екен. Біз таптық, 40-тың 100% болатын болса, сол А бізде 75%-ға тең болу керек. Сол кезде А нешеге тең болады? 40-ты көбейтемін 75-ке, бөлемін 100-ге, шынымен де 30-ға тең болады екен. Енді осы Б санын 75-ке арттырсақ, яғни 40-ты біз қосамыз 75-ке, 100-де 15 шығады. 100-де 15. 100-де 15 30 санын 300%-ы бола ма екен, көрейік. Егер де 30 саны 100% болатын болса, одан кейін тағы да қоссақ, ол бізде 60, ол 200% болады. Тағы да 30-да қоссақ 90%, біз 300% болады. Яғни бастапқы 90, ол 30-дан қанша пайызға артық? 200%-ға артық қой. Бірақ келмейді екен. Өкінішке орай бізде 100-де 15 шығар. Яғни бұл Д нұсқасы емес деген сөз. Е нұсқасы емес, С нұсқасы емес, В нұсқасы да бола алмайды екен.
жауап А нұсқасында тұрған екен. Аллаға шүкір, бірінші тексерген санымыз әйтеуір сол есебіміздің жауабы болып кетті. Сіздерге де лайым сондай болсын. Әрмен қарай біздің өтетін тақырыбымыз өсім. Өсім көбісіз білесіздер, үйдегілеріңіз айтып жүреді. Күнде бір әңгіме болатын шығар. Депозитке ақша сал, одан сөйтіп үй аласың деген мәселе болады. Бірақ оқушылар сіздерге айтатыным, ал кеңесім, депозитке жоламаңыздар. Пайыздық. Ол бір жағынан дұрыс емес, өсім деген пайызы қандай да бір сан. Ол былай сіздің банк ақшаңызды алады, 100 мың теңге салады. Ол келесі айтады 15%-бен алып отырсыз жылына, то есть 15%. 15% деген ол 15 мың деген сөз, 100-дің 15%, ол 15 мың деген сөз. Яғни келесі 115 мың аласың, бір жылда 15 мың теңгеге өседі. Математикалық жолмен айтатын болсақ, бұл бізде тиімсіз. Басқа да жолдар бар, ол жолдарда да бұл өсім дұрыс емес. Бірақ енді соған байланысты бір есептер бар екен. Сол банкте жұмыс істейтін, ертең банкте жұмыс істесеңіздер де абайлаңыздар, осындай кредит деген мәселелерге, депозит деген мәселелерге жоламаңыздар. Енді кеттік. Сонымен өсім. Өсім былай болады. Мысалы, ертай ата 50 мың теңгесін өсімде салғанша өздеріңіз жинағандарыңыз артығырақ. Сіз бір жылда бұл ақшаңыз 15 мың теңге өссе, сіз айына 15 мың салып, 10 айда 150 мың салсаңыз болады. Салып болған 100 мың үстіне 250 мың алып. Өзіңізге сенімді болсаңызшы, көп сөйлеп депозит салып, сол ақша жұмсалмайды. Ол ақша девальвацияға кетіп жатыр, яғни ақшаның құнсыздануына кетіп бара жатыр да. Кеттік. 7-ші мысал. Ертай ата 50 мың теңгесін 10% жылдық өсіммен жинақ кассасына салды. Оның ақшасы 4 жылдан кейін қанша болады таңыз. Енді бұл есепте менде арнайы бір формула бар менде. Сіздер формуланы қолданасыздар. Ары қараңыздар, міне b тең болады a көбейтілген жақшаның ішіне 1 плюс минус p бөлінген 100 и n дәрежеде тұр екен. Енді плюс минус, егер де біздің санымыз өсетін болса, өсімнен қанша жиналып десе, онда қосамыз. Егер де кеміді десе, онда азайтамыз. b деген соңғы баға, a деген алғашқы баға, p деген пайыз, n деген рет немесе уақыт. Рет деген неше рет? Мысалы, 2 рет салды, 3 рет салады деген сол, реттілігі жалпы. Айтқан кезде n деген реттілігі немесе уақыт. Мысалы, 3 жылға салып қойды. Мысалы, біздің есепте қазір 4 жылға салып жатыр, есебіміз. Кеттік әрмен қарай. Сонымен бізде ертай ата 50 мың теңгесі, 50 мың теңге бастапқы баға, алғашқы баға. Яғни мен соңғы бағаны табу деген сөз. 50 мың теңгені 10% көрсеткішпен, жақшаны ашамын, бірді. Несен өскен бе? Жылдық өсімен жинақ кассасын салды, өскенін күтіп жатыр. Атамыз 100 10%-ды p-нің орнына салам, астына 100%-ды салып қоям. Нешесі жылға салған екен? 4 жылға салған, яғни 4 дәрежесі болады деген сөз. Міне осыны есепте қоямын деген сөз. Тең болады, 50 мың. Жақшаның ішінде не болады? 1 қосылған, 100 бен 10 қысқарып кетеді, ол бізде 0,1 болады. 0,1-дің та 1-ді былай жазайық, 50 мың көбейтілген 1,1-дің 4 дәрежесін табу керек. 1,1-дің 4 дәрежесі деген сөз, 1,1-ді өз-өзіне калькулятормен 4 рет көбейтесіздер. 1,1046-дан 41 дейді. 10 мыңнан 4,641 дейді. Осыны қараңыздар, 50 мың, қазір калькуляторыңызды алып салсаңыздар, көбейтеміз 1,10 4,641. Осы санға көбейту керексіздер. Енді шыққан санды 50 мыңға көбейте салыңыздар калькулятормен. 73.205 болады екен, 73.205. Яғни 4 жылдан кейін несі ақшасы неше болады екен? 73.205 міне ең нұсқасында болады. Қаншаға өсті? 23.205 теңге өсті 4 жылда. 4 жылда кім бар, кім жоқ? Ақша қалай азайып қалды? Девальвация деген былай ма? Дұрыс айтып жатырмын ба жалпы ол сөзді? Білмеймін. Ақшаның несі құнсыздануы былай айтқан кезде. Мысалы, қазір бұрын біз сіздер кішкентай болған шығарсыздар ол кезде 50 теңгеге лимонад деген сок сатып алатынбыз біз. Кішкентай лимон. Қазір ол лимон 150 теңге тұрады. Ойлашы, 150 теңге тұрады. 100 теңге, яғни 300 есеге қымбаттап кетті олай өзінің ақшасынан. 200%-ға артық мана пайызмен есептейтін. Көрдіңіздер ме?
Қазір бұрын нанды неше теңге алатынбыз? 50 теңгеге әрі кетсе 70-80 теңге алатынбыз. Қазір 150 теңге, 160, 180 теңгеге дейін кететін нан. Көрдіңіздер ме? Басқа да қымбат нандар бар. Сол секілді ақшаның жыл сайын құнсыздануы болып тұрады. Әсіресе теңгенің. Ағай, ақшаны қай ақшамен сақтасақ болады десеңіздер, валютамен, доллармен немесе юаньмен, яғни қытайлық ақшамен сақтауға болады. Себебі қазір Қытайдың экономикасы жақсы дамып келе жатыр, ал америкалықтар құлауы мүмкін. Енді қарайсыздар. Келесі 8-ші мысал, тауардың бағасы 10 мың теңге еді, ол 2 рет 15% арзандады, тауардың соңғы бағасын табыңыз дейді. Соңғы бағаға тең болады, бастапқы баға 10 мың теңге, жақша ашылған бір азайтылған, не үшін? Себебі арзандады деп жатыр, иә. Мына жерде 15% арзандады, 100-ге бөлем, және неше рет? 2 рет. Сонда дәрежеге 2 рет дегенді жазатын боламын. Сонда мен калькуляторымды алып шығамын, бірінші ақшаның ішіне орындап аламын, бір азайту 0,15, ол бізде 0,185 болады. Содан 2 дәрежесін табу керекпін. Өз-өзіне 0,185-ті көбейтемін деген сөз. Оны шыққан санды бірден 10 мыңға көбейте саламын. Себебі 10 мың ақшаның сыртында тұр екен. Соңғы баға 7225 теңге болды. Міне жауабы С нұсқасында. 9-шы мысал, тауардың бағасы 4000 теңге еді, ол 3 рет 10%-ға қымбаттады. Тауардың соңғы бағасын табыңыз дейді. Бастапқы баға неше болған? Соңғы баға тең болады 4000 теңге бастапқы баға. Жақшаның ішінде бір азайту не үшін? Қосу болады, себебі қымбаттады деп жатыр. Қанша пайызға? 10%-ға. 10 100-ге бөлем, неше рет? 3 рет тең болады. Бірден калькулятор есептесем болады. Не істеймін? Бірден азайтамын, қосамын. Қосу екен. 0,1-ді, себебі 10-ды 100-ге өсіп 0,1, 1,1, оның 3 дәрежесі табам, яғни 1,1-ді өз-өзіне 3 рет көбейтемін деген сөз. Және де шыққан санды бірден неше көбейтем? 4000-ға көбейтем. Сонда бізде 5324 болады екен. Тауардың соңғы бағасы 5324, міне Е нұсқасында тұр екен. Міне өте оңай формуланы білсеңіздер жеткілікті. 10-шы мысал, белгісіз санды 2 рет 10%-ға арттырды, белгісіз сан неше пайызға артқан табыңыз. Енді мысалы біз кез келген бір санды ала салайықшы, 100 деген. 100%-ды бірінші 10%-ға арттырайық. 10%-ға арттырайық. Егер біз санымыз 100% болып тұр, оны тағы да 10%-ға арттырсақ, ол бізде 10 болып тұр. Енді осы 100-ді тағы да екінші рет 10%-ға арттыру керек. Сонда бұл 110-нің 10%-ы 11 болды, сол 110-ды тағы да 10%-ға арттырсақ, ол 100-де 21 болады. Не үшін? Себебі 100-де 10-ды 11-ге қостым. Ал 11 ол 100-де 10-ның 10%. Ал мен 10%-ға арттырып жатырмын. 121. Енді бастапқы санымыз 100 болды да, соңғы санымыз 121. Қанша пайызға қымбаттап кетті? 21%-ға қымбаттады деп ғой, жаңа артқанын түсіндік деген сөз бұдан. Әрмен қарай тағы да мысалы, тік төртбұрыштың барлық қабырғалар 10%-ға арттырылды. Оның ауданы қанша пайызға өзгерді? Мына бізде тік геометриялық есептерге керек болады. Мысалы, тік төртбұрыш болсын, тік төртбұрышқа жатпайды, себебі тік төртбұрыштың анықтамасы бойынша барлық қабырғалар не болу керек? Тік болу керек. Менде тік емес. Міне салайын. Салайық. Мыналардың барлығы 90 градустан болып тұр. Енді бұны бізде не болады? Бір ұзындығы болады, сосын ені болады, Аудан неге тең? Аудан бізде S тең болады, A көбейтілген B-ға тең. Енді қараңыздар, бір қандай да бір санды алып алыңыздар. Мысалы, мен A-ға 100 деген санды алып аламын да, B-ға 200 деген санды алып аламын. Енді қараңыздар, барлық қабырғалар 10%-ға арттырылды дейді. Артпастан бұрын бірінші, егерде мен саным ауданымды табу үшін 100-ді бірінші 200-ге көбейтіп алайық. Неше болады мына жерден? Үлкен санды алып жүріп, солай 4-0, 2 және 4-0 болады, 20 мың болады. Енді қараңыздар. Енді ол 10%-ға арттырылса, мысалы, 100-дің 10%-ы не? 110 ғой. 110 болып кетеді. Ал қабырғасы, яғни ұзындығы 200 болады болса, оны 10%-ға арттырса, ол 220 болып кетеді. Енді екеуін көбейту керекпін. Екеуін көбейтсек, 110-ды көбейтемін 220-ға. 24200. Енді мына 24200 болды. 24200 болды. Әрмен қарай табу керекпіз. Енді 20000 болды. Бастапқысында ауданы ол 24200 болып кетті. Енді сол қанша пайызға артқанын табу керекпіз. Басындағы 20000 бізде ол 100% болып тұр.
Сол енді 24.200 болып кетті, ол қанша пайыз екен? Табай қалдық. Сондықтан біз 24.200-ді 100-ге көбейтіп, 20.000-ға бөлеміз деген сөз. 100-ні 2 нөлмен 2 нөл кетеді, 2 нөлмен 2 нөл кетеді. Яғни 242-ні 2-ге бөлу керекпін. 1, 2, 1. 121 болды. Яғни неше пайызға арттырған екен? 121 пайыз болды. Біздің санымыз 21 пайызға ауданымыз арттырылған деген сөз, өзгерген. Мысалы, енді кішкентай санды алып есептесеңіздер болады. Мысалы, мынадан 3, мынаған 4, соның несін тауып, мынаған 10, мынаған 20 тауып, сөйтіп есептеп, ауданын көбейтіп аласыздар, сосын өзгерген ауданын тауып аласыздар, сосын өзгерген ауданды бастапқы ауданын есептеп, 100% бен араларын пайыздарын тауып есептеп аласыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Егерде есептер тағы да түсініксіз болып жатырса, онда маған телеграмға жазыңыздар. Аудиозапись жүрмеңіздер, өтініш, тек қана жазыңыздар, жарай ма? Жақсы, онда оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.